Аушы қарға. Бір күні байдың сиыры көршінің бақшасына кіріп кетеді. Сиыр көршінің қарбызын таптап кетеді. Оны көрген көрші сиырды қуып жібереді. Енді сиыр басқа адамның үйіне кіріп, оны шашып кетеді. Сосын тағы біреудің тұрған киімін жұлып таптап тастайды. Солай сиыр 3 адамның затын білдіреді. Бұған ашуланған кісілер байға барып, сиырдың келтірген шығынын төлеуді сұрайды. Бай: «Бұл менің сиырым емес, жабайы сиыр ғой. Ол қалаған жерінде жүре береді, ал менің қорама тек ұйықтауға келеді. Сондықтан мен оның шығынын төлемеймін» дейді. Ашуланған көршілер алдар көсеге көмек сұрап келеді. Сол кезде алдар бір баланың қарғаны атып түсіргенін көреді. Ол қарғаны алады да көршілеріне аң аулауға баратынын айтады. «Аңды немен аулайсың?» дейді көршілер. «Міне, осы қарғамен аулаймын» депті алдар. Көршілері бұған күліп тұрғанда алдыларынан байдың сиыры шыға келеді. «Әне, қарғам сиырдың үстіне қонса, оны аулап алды деген сөз» деп қарғаны жіберіп қалады. Қарға сиырдың үстіне қонады. «Көрдіңдер ме, менің қарғам қандай аң ұстап алды? Сиыр жабай еді ғой, ал енді ол менікі болды» дейді алдар. Оны естіген бай: «Бұл менің сиырым ғой» деп айқайлайды. Сонда көршілері: «Сен жаңа ғана бұл жабайы сиыр деп едің, алдар оны өз қарғасымен аулап алды. Демек, ол сенің емес, алдардың сиыры. Егер сенікі болса, шығын үшін де сен жауап бересің. Сондықтан біздің ақшамызды төле» депті. Содан кейін бай амалсыздан көршілерінің шығынын төлеп, сиырды өзіне қайтарып алыпты.